Аса рахымды ерекше мейірімді Алла тағаланың есімімен бастаймын. Ассалаумағалейкум, қадірменді көзқарақты көрермендер. Бүгін осындай жобаны іске асырғалы отырмыз. Қасиетті Рамазан айы болған соң, Алла тағаланың кәләмі қасиетті Құран кәрім жайында сөйлеспекшіміз. Сол себепті де қонағымыз, ең алғашқы қонағымыз Әнуар қайымыз келіп отыр. Қареке, енді өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз тыңдармандарға. Ассалаумағалейкум уахметуллахи ва баракатуху. Көрермендер, есімім Ануар болады, Құмабаев Ануар Сұрамалы. Жасым 23-те, осы Алланың қалауымен Құранды толық жаттап, осы Жанарқаға қызметке келіп жатырмыз. Ең негізгі сол ғой. Құранды жаттағаннан кейін бізде амал жасау деген бар да, жаттап қана қоймай амал жасап, сонымен осы туған жерімізде, елімізде істеу де ол үлкен сауапты іс деп білемін. Енді сол қариялық жолыңызды айтып берсеңіз, қалай басталды, неше жасыңызда жаттап бастадыңыз, қандай қиыншылықтар болды, сол жайында айтып берсеңіз. Енді өзі Құранды жаттап бастауды біз 10 жасымнан бастап жаттап бастадым. Кішкентайымнан Алланың қалауымен Астана қаласы Қосшы ауылында медреседе жаттап, мектеппен қатар сол медресені Құранды жаттап жүрдік. Бірге қосып алдыңыз. Бірге. Одан кейін Алланың қалауымен сол мектеп аяқталғанға дейін Құранды бір қайтара жаттап шықтық. Кейін уже жаңағыдай қайталауға кірістік. Жаңарқа ауданында ең алғашқы бізде Саяжан ұстазымыз бар. Сол кісіден бірге тәлім алғанбыз. Ол кезде біз мектеп оқушысы едік. Ол кезде әлі Құран жаттаймын, қари боламын деген біздерде мақсат болған жоқ. Қарекенде мен білуімше әкеңіз медресеге алып барды, осындай қари болсыншы, сондай ниетпен. Енді ол кісілерге Алла разы болсын. Сондай ниеттенді, балам қари болса екен деп дуа жасады, Алла тағаладан тіледі. Алла тағала тілегін қабыл етіп, осындай осы Қареке Құран қари болып отыр. Аллаға шүкір. Енді менде де басында айттым ғой, жаңа болған жоқ, ешқандай Құран жаттаймын деген. Тіпті мен өзім 2015 жылы Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университетіне түстім. Ол кезде де ондай менде ниет болған жоқ Құран жаттаймын деп. Бірақ та тоқтатпай Құранымды өзім жаттап жүрдім. Ең алғашқы сол бірінші курстың бірінші семестр аяқталғанға дейін мен бір жарым парадай өзім жаттадым. Яғни соңғы 33 параны, одан кейін 29 параны солай жартысын жаттап, солай жаттап қойдым. Кейін осындай бізде құрмет ұстазымыз бар, Смағұл құрмет ұстазымыз бар. Сол кісі Нұр Мүбарак әдістемелік мешітінің имамы болып ол кісі тағайындалды. Сол кезде ол кісі Құран курсын ашқан болатын. Сол курсқа екінші легі болып біз қатыстық. Сол кезде 50-60 шақты шәкірттер қатысты. Соңында сол 5-6 шәкірт соңына дейін барып Құран кәрімдерін жаттап бітірді. Сол біз 2016-да жылы бастап, мен 2018 жылы сол 3-ші курсты тура бітірген кезде, шатаспасам мамыр айында сол жаттап бітірдім, сол Алланың қалауымен. Мен де осы қысқаша жаттау жолым осындай. Ешқандай қари болам деген басында ниет болмады. Алла тағала сол нәрсеге өзімізді сондай сүйреп деп солай айтамыз ғой, сүйреп өзі алып келді. Енді Қареке, келесі сұрағымыз, Қареке неше жасыңызда қари болдыңыз? Енді ол жағына келетін болсақ, жаңағы айтқандай, мектеп уақытында Құранды бір толық басынан аяғына дейін бір жаттап шықтық, бірақ ол кезде енді жаңағыдай балалықпен жаттағаннан кейін жаңағыдай кішкене шала болды, не болды. Бір жаттап өттік. Одан кейін уже мектепті аяқтағаннан кейін жаңағыдай уже былай айтқанда кірісіп, жаңағы қайталауды бастаған кезде жаңадан бастап жаттап бастағандай қылып жаттадыңыз ғой. Уже жаңа ниет ашылып, ол уақытта басында жаңа сіз айтқандай енді кішкентай болғандықтан ол жаңа қатты түсіне қоймаймыз Құран жаттаудың қасиеті жайында. Өзі адам жасы келе сол есейгеннен кейін барып түсінеді ғой Құранды. Мен мысалы негізі 20 сол уақытта 2018-де 20 жасымда жаттап бітірген екенмін. Негізінен Құран жаттау жасы негізі ертерек, жаңа айтып жатырмыз ғой. Бала кезден, одан кейін мектеп кездерінде солай жаттаса, адам көп жетістіктерге жаңа Құран ұмытпауына, ары қарай жаңа Құран кәрім жарыстарына, халықаралық жарыстар бар. Сол жарыстарға қатысқан кезде жаңа Құран пысық болу, барлығы әсер етеді екен. Енді 20 жас, сол 25 жас дегендер негізінен былай кеш болып саналады біздің ортамызда, кеш болып саналады.
біз медреселерде де көбінде 25 жасқа дейін ғана қабылдайды. Қариялық медреселер сол жасқа дейін қабылдайды, одан кейін 25 жастан жоғары сирек ондай жағдайлар. Одан кейінгі келесі сұрағымыз, Қареке, Құран жаттау қанша жыл сізде алды? Менде мысалы жаңа айтып кеткенімдей 2 жыл алды, орта есеппен 2 жылда жаттап бітірдім. Сол сіз қанша жылда жаттап аяқтадыңыз? Енді былай есептейтін болсақ, жаңағы Қосшы медресесінде мектеппен қатар оқып жүргеннен кейін кішкене ұзақтау уақыт өтті. Мектепті аяқтағаннан кейін тағы 2-3 жыл уақыттай жаңағындай қайталап пысықтауға уақыт кетті. Сонымен шамамен сол 2-3 жыл деп 4 жыл уақыттай кетті иншалла. Енді қарияларға жиі қойылатын сұрақ шығар, осы қарекеңдердің арасында ең қиынға соққан сүре. Мысалы біздің ұстазымыз, жаңа құрметті ұстазымыз айтқанындай, ол кісі Қамар сүресіне келеді ғой. Біз Құранды зікір үшін, тыңдау үшін, зікір ету үшін, жаттау үшін біз жеңілдеттік деп айтады. Бірақ та ол кісі айтады, именно осы Қамар сүресін маған жаттау қиын болды дейді. Енді кейбір қарекеңдер жаңа қысқа сүрелерді айтып жатады. Мысалы Шұғара деген сүрелерді айтып жатады. Кейбір қарекеңдер жаңағы Юсуф сүресі деген секілді әркімде әртүрлі да. Енді сол сізде қиын соққан сүрені атап берсеңіз. Мен жаттаған кезде жаңа ауыр болған сүрелердің бірі ол Таха сүресі болды. Жаңағындай біз по порядку Құран жаттап келе жатқаннан кейін Таха сүресінде көбінде жаңағындай жаңадан сөздер көп қосылады. Қайталанбайтын аяттар. Сондықтан да жаңа жаттаған кезде өте ауыр болды. Сондай жарты беттен жаттап кеттім өзім. Обычно жаңағындай 2 беттен, 1,5-2 беттен тапсырып жүрмін. Именно Тохаға келген кезде жаңағындай жарты беттен ғана тапсыратын болдық. Сол сүрені аяқтағанға дейін. Енді осы сұраққа қосымша жазсақ, сол күніне сол 1-2 бет жаттап отырдыңыз ғой? Тұрақты түрде. Тұрақты түрде 1-2 бет. Сол көрермендерге айтарымыз, егер де сіз 1 бет Құран кәрімді жаттай алатын болсаңыз күніне, сіздің қари болу мүмкіндігіңіз жоғары. Тіпті қари боласыз деп Алла Тағаланың қалауымен айта аламыз. Осындай күніне тоқтатпай, ең маңыздысы тұрақтылық, және истиқама деп айтады ғой. Таңертең тұрып, өзіңіздің дәретіңізді алып, бір Алладан тілеп, күніне 1 бет Құран немесе 2 бет Құран жаттап отыратын болсаңыз, сіз қари боласыз, Алла қаласа. Енді Қареке, әрі қарай сұрақтарымызды жалғастырайық. Ұстазыңыз кім? Енді бізде айтады ғой, ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Барлық осы тәлім-тәрбиені, осы Құранды қалай жаттаймын, сол жолдың барлығын осы ұстаз көрсетеді ғой. Сол ұстаздарыңыздың есімдерін айтып берсеңіз. Қосшы медресесінде жаңағы Садуақас Олжабайұлы ұстаздың қолында оқыдық. Жаңағы Құранды бір жаттап, одан кейін қайталаған кезде ұстаздың медресесі ғой енді, қари ұстаз деп біледі олар. Садуақас ұстазы, үлкен ұстазымыз Садуақас ұстаз, одан кейін күнделікті сабақ беретін ұстаздарымыз осылар деп айта бересіз. Жоқ, ондай айтады. Ондай жоқ. Онда 1-2 солай жаттатқан. Мысалы, Садуақас ұстаздың қолында оқыдық. Одан кейін қайталаған кезде жаңағы Саламат ұстаздан қайталадыңыздар. Енді сол Құран жаттауда бізде білеміз, тәсіл, ең маңыздысы тәсілмен жаттау. Бізде жаңа пәкістандық тәсіл деп айтамыз, одан кейін тағы да басқа түркиялық әдістер деп айтады. Енді әдістердің түрі өте көп. Әр жаттаушыға әр тәсіл өзіне оңай келеді. Мысалы, бізге бір тәсілді үйретті. Мысалы, мен оған дейін санақпен деп айтамыз. Қарекеңдер өздері біледі. Санақпен жаттаймыз. Мен мысалы жарты бетті 50 санаққа салып жаттап жүрдім басында. Одан кейін басқа беттерді жаттайын десем, қиын беттерді мен 50 рет оқысам жатталмай жатыр. Содан кейін бұл тәсіл маған келмейтіндігін түсіндім. Одан кейін ұстазымыз да солай айтты. Жаттап болғаннан кейін сол қайталауда тәспиге салсаңдар, сол жақсы тұрады деп. Басында оймен ойша жаттап, мысалы бір бет Құранды ашасыз да, жарты бет немесе 3 қатардан бастасаңыз болады. Біз солай 3 қатардан бастадық. Құран кәрімді ашып қойып, сол 20 рет ашып қойып оқисыз. Одан кейін Құранның бетін жауып қойып, 5 рет, 10 рет оқисыз да, жаңағындай есіңізге түсіресіз. 20 рет оқыған кезде Құран оқыған аяттарыңызды есіңізге түсіріп, солай жаттайсыз. Немесе 20-дан жаттамасаңыз, 30-дан, 40-дан мысалы
жаттау қабілетіңізге байланысты ғой, солай бастасаңыз, кейін сол қайталап отырған 20 ретті 10 ретке түсіресіз, 30 ретті 20 ретке түсіріп, солай жаңағы жаттау қабілетін жақсартуға болады. Солайынан тез жаттайсыз. Сіз мысалы бір күнде жарты бет жаттап жүрсеңіз, бір айдан кейін, 2 айдан кейін сіз бір бет жаттай аласыз. Осы тәсілдерді қолдансаңыз. Енді келесі сұрағымыз, білеміз, осы Жаңаарқа бойынша және де Ұлытау өңірі бойынша, Ұлытау облысы бойынша мен енді сізді ғана білем. Осындай Құран кәрімде ижаза деп айтамыз ғой. Ұстаздың алдынан өтіп, ижаза Құран кәрімді үйретуге рұқсат беретін ұстаздар бар. Солардан ижаза. Соны пайғамбарымыздан жалғасып келе жатқан ижаза. Соны сіз Алланың қалауымен Түркия еліне барып тапсырып алдыңыз. Сол жайында айтып берсеңіз, тізбекте неше адам бар екен, сол толығырақ соны айтып берсеңіз. Алланың қалауымен 2021 жылы Түркия еліне барып, Стамбул қаласына барып, сонда араб шейхтарға, Осман Абдул-Хаким Осман деген шейхқа тапсырдық. Толық Құран тапсыруға 4-5 ай уақытым кетті. Жаңағындай күніне 4-5 беттен асықпай солай тапсырып шықтық. Одан кейін Алланың қалауымен жаңағы ижаза қағазын берді бізге. Қағаздағы тізбекке келетін болсақ, 31 адам тізбекте бар. Енді Алланың қалауымен сондай. 31 адам, 31 адам. Енді Құран жаттадыңыз, енді өзге де Құранға қызығып жүрген шәкірттер бар ғой, соларға өзіңіздің бір тәсілдеріңізбен, немесе лайфхак деп айтамыз ғой, соның жеңіл жолдар болады ғой Құран жаттаудың, солар жайында айтып кетсеңіз. Мысалы, мен таңертең тұрып, таң намазына дейін, немесе таң намаздан кейінгі уақытта, түнде ертерек жатып, таңертең ерте тұрып, сол ерте жаттағанды кеңес беремін, ерте жаттауға. Өйткені таңертең адамның миы тез қабылдайды жаңа ақпаратты, жаттаған нәрсені. Сол сізден бір лайфхак болса. Біздің ұстаздарымыз енді көбінде кешке жаттап, уже бас шашап, жаңағындай шашап тұрған кезде кешке қарай жаңағындай ойға салып жаттау дедік қой. Сол ойға салып жаттап, кішкене санағын беріп, мысалы, былай айтқанда ойға бір салып шыққаннан кейін бір 10-15-20 рет оқып, одан кейін сол бетімен жатып қалса, ұйықтап демалып. Келесі күн таңертең ертерек тұрып, сол нәрсені жаңағындай қайталаған кезде, былай айтқанда тез қонады. Тез қонады және пысық жатталады. Біз көбінде жаңағындай медреседе жүрген кезде де таңертең жақсы жатталады деп қойып, таңертең жаттайды. Сосын кешке сұрасаң уже білмейді, ұмытып қалады, тез ұмытылып қалады да, былай айтқанда бір күнде жатталған нәрсе. Егер жаңағындай кешке жаттап, одан кейін таңертең тұрып, соны пісіретін болса, былай айтқанда пысығырақ жатталады. Сондықтан да жаңағындай біздің ұстаздарымыз да соны айтады көп. Пайғамбарымыздың хадисі деп келтіреді бұл сөзді. Бірақ та бұл хадиске жатпайды, өкінішке орай, бірақ та мағынасы жақсы сөз екен. Кімде-кім дүниені қаласа, Құранмен бірге болсын дейді. Ал кімде-кім ақыретпен байланысты Құранмен бірге болсын. Ал кімде-кім екеуін бірге алып жүргісі келсе, Құранмен бірге болсын дейді. Өзін Құранмен байланыстырсын дейді. Бірақ та бұл айта кетейік, бұл хадис емес, жалған сөз, пайғамбарымыздың атынан айтылған, бірақ та мағынасы дұрыс. Енді осы Құранды өміріңізге пайдасы тиері сөзсіз, сондай сұрақ, пайдасы тиіп жатыр ма осы Құран жаттағаныңыздың пайдасы? Енді Алланың қалауымен Құран Енді мысалы өзімде басқа ақпараттарды мысалы жаттаған кезде Құран жаттаудың сол пайдасы, енді пайдасы өте орасан зор деп айта аламыз. Соның бір пайдасын айта кетейік, басқа нәрселерді жаттаған кезде, ақпарат жаттаған кезде біз тез жаттап аласыз, тез қонады. Өйткені сол жаттаудың өзінің, бұл жерде Құран кәрімнің өзін айтып жатқан жоқпын, тек қана жаттаудың пайдасын ғана айтып жатырмын. Құран кәрімнен біз Алла қаласа осы дүниеде де ақыретте көретін сөзсіз. Өйткені пайғамбарымыздың хадистерінде де айтылады, Құран жаттаған қария қияметте оқы да көтеріл деп солай деп айтылады екен. Сол сенің
жәннаттағы орның соңғы оқыған жеріңнен дейді. Яғни соңына дейін Құран кәрімді жаттаған қари осы Фатиха сүресінен бастап Нәс сүресіне дейін оқыған кезде ол соның ішінде 114 сүрені оқиды. Сондағы дәрежесі осылай болады екен. Баршаңызға рахмет айтамын, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі сұхбатымыздың соңына келіп қалдық.